Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы. Бұл күн ұлттық валюта теңге күні саналады. Теңге тәуелсіздіктің экономикалық тірегі, егемендік символы, Қазақстанның жаңа тарихы мен болашағының бір парағы. Қазақтың теңгесі 1993 жылы 15 қарашада айналымға енді. 1991 жылы теңге дизайнын әзірлейтін мамандар тобы құрылды. Осы топқа кірген Тимур Сүлейменов, Меңдібай Әлі, Досбол Қасымов, Ағымсалы Дүзелханов пен Хайролла Ғабжалилов ұлттық валюта дизайнын әзірлеуге кірісті. Ал тиынның дизайнын жасау Айрат Исмамбетов пен Виктор Ижевенкоға тапсырылды. 1992 жылдың 27 тамызы күні ұлттық банк теңге купюрасының үлгілерін бекітті. Ертесіне қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер Англияға аттанды. Ең алғашқы төл теңгемізде қазақтың ұлы ойшылдары, күйші ақындары мен хандарының бейнесі бейнеленгені есімізде. Атап айтсақ, оларда Әл-Фараби, Сүйінбай, Құрманғазы, Шоқан, Абай, Әбілқайыр мен Абылай хандардың суреті болған. Осылайша қазақ даласының ұлы тұлғалары Әл-Фараби, Абылай, Абай, Жамбыл, Сүйінбай, Шоқандарды бейнелеген алғашқы Қазақстан Республикасының теңгелері жарыққа шығып, айналымға түскені шын тәуелсіздіктің көрінісі болды. Қазақстанның ұлттық валютасы 1993 жылы 15 қарашада сағат таңертеңгі 8:00-де теңгемен ауыстырылды.